Ал балалар, бізде ана тілі сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы лағым, тасымал. Балалар, біз қазір сөздерді қалай тасымалдауға керек, қалай тасымалдап жазуымыз керек, міне осы туралы өтіп жатырмыз, иә? Бүгінгі сабағымыздың мақсатында біз өлеңді мәнерлеп оқимыз және сөздерді қалай дұрыс тасымалдауға болады. Міне осыған тоқталатын боламыз. Бағалау критерийлеріміз. Өлеңді қатесіз мәнерлеп оқимыз, сурет бойынша мәтін құрастырамыз, дерек сөздерді пайдаланып, солар арқылы мәліметтер жинаймыз, ақпаратты сызбаға түсіретін боламыз. Психологиялық дайындық жасап алайық сабағымызға. Балалар, сендерді үйде ата-аналарың қалай еркелетеді? Кәне маған қол көтеріп айта қойыңдаршы, қалай еркелетеді сені, Раяна? Айбек? Жүрегім, молодец. Иә, жарайсың. Тамаша. Алтыным. Молодец. Тағы да қалай еркелетеді? Күнім дейді екен, көркем. Жаным дейді екен. Арына сені қалай еркелетеді? Жүрегім дейді. Ұлдана. Ұлбеке. Нұрдәулет, сен? Не деп еркелетеді мама? Балапаным дей ма? Айтшы да. Жәдібек. Мамамыз не деп еркелетеді? Әжеміз орнымызда тұрып айтамыз. Отқан дейді. Және тез бір сөз. Шырағым дейді екен. Қошақаным дейді. Алтыным. Тамаша. Жарайсыздар. Мен сендердің барлықтарыңды бір сөзбен ақылдым деп еркелеткім келеді. Сабаққа жақсы қатысайық, жарай ма? Бірінші, екінші, үшінші топ болып, бүгін тапсырмалар орындайтын боламыз. Терезе жақтағы бірінші топ сындар, ортада екінші топ, келесі үшінші топ. Сабақ басталмас бұрын топтың ережелерін құрып аламыз, иә, сыныбымыздан. Тәртіпті боламыз, мұғалімді тыңдаймыз, уақытты тиімді пайдаланамыз, топта бірлесіп жұмыс жасаймыз. Ал енді балалар, сендермен ой қозғау кезекке бергім келеді. Балалар, ойымызды жинақтайық. Қазір мен сендерге жұмбақ жасырам, сол жұмбақтың шешуін бірге табайық, жарай ма? Ал мұқият болыңдар, мен оқиын. Ащыдан басқа жемейтін, ыстық шөлде отаны, шөлдесе су демейтін, шешуі бұл қай жануар? Түйе. Жарайсыңдар. Келесі. Кішкентай ғана тоны бар, кішкентай ғана бойы бар, айналдырып киген тоны бар. Лақ. Ойланамыз. Кішкентай ғана бойы бар, айналдыра киген тоны бар. Қой. Бұл? Қой, жарайсың. Жабыстыра қойып. Тез апарып жабыстыра қой. Жарайсың. Келесі. Басында таяғы бар, 4 аяғы бар, 8 тұяғы бар, егінде сақалы бар. Бұл қай жануар? Ешкі. Келе ғой Нұрас. Тез тақтаға жабыстыра. Бұл қандай жануар екен? Бұл ешкі екен. Келесі жігіт. 2 айнасы бар, 4 тармағы бар, 1 шыбықтысы бар. Бұл қай жануар? Сиыр. Аяқ, келе ғой. Айсезім келе ғой. Бұл сиыр жануар екен. Келесі жұмбағымыз. Көкке шаншып құйрығын шауып келеді. Бұл жылқы болады, не? Ал жастар. Балалар, бұларды біз бір сөзбен қалай деп жинақтаймыз? Үй хайванаттары.
жануарларының әрқайсының төлі бар. Енді осы жерден әрқайсының төлін табу үшін мына жерде сұрақтар берілген. Келіп таңдап, сол сұрақтарға жауап бере отырып, әр жануарды өз төлімен сәйкестендірейік. Келе ғой, тақтаға кім шығады? Аянып, келе ғой. Мына жерде кез келген біреуін өзің таңдап. Ал кез келген біреуін ал. Қайсыны аласың? Тез таңдаймыз. Аламыз. Бұл смайликтің астында сұрақ бар. Қозы сөзінде неше буын бар дейді. Буынға қойшы. Неше буын бар екен? Жарайсың, тамаша. Бұны қойдың басына барып қояды. Келесі. Айда келе. Айкан, не таңдадық? Артында сұрағы бар, мен оқып берейін. Бұзау сөзін қалай тасымалдаймыз дейді. Тамаша. Мынау саған. Нұрдаулет келе ғой. Нұрдаулет келе ғой. Кез келген біреуін таңдай ғой. Әкелі сұрағын оқып берейін. Лақ сөзін тасымалдауға бола ма дейді. Бола ма? Ол сөзбен айтамыз. Сөз тасымалдауға бола ма? Болмайды екен, олай болса, мынау саған. Құлын сөзін қалай тасымалдауға болады? Құлын ненің төлі? Құлын ненің төлі? Я, жылқы мал. Ділдахан келе қош. Ділдахан келе қой. Аламыз. Ділдахан, бота сөзінде неше дыбыс, неше әріп бар? Бота сөзін айтайықшы. Неше буын бар екен? Неше буын бар? Бота. Екі буын бар екен. Тамаша. Осыған. Міне балалар, біз барлық төлдерді өзінің иелерінің қасына барып қойдық, е? Енді сабағымызды ары қарай жалғастырайық. Балалар, осы жануарлардың қалай дыбыстайтынын білесіздер ме? Қалай дыбыстайды? Сиыр қалай дыбыстайды? Қалай дыбыстайды? Ой, жарайсыңдар. Барлықтарына керемет. Ал енді балалар, оқулығымызды ашайық. Оқулығымызды ашайық. Балалар, біз бүгін Әбілдар Тәжібаевтың «Лағым» деген өлеңін оқитын боламыз. Бірінші қолдарыңызды алдарыңызға қойып, тақтаға мұқият қарай қойыңдар. Әбілдар Тәжібаев деген атамыз кім, қайда туылған, қандай еңбектері бар? Біз бірінші тұлғамен танысып алайық. Әбілдар Тәжібаев 1909 жылы дүниеге келген екен. Ақын, драматург, ғалым, көптеген шығармаларды шетел халықтарының тілдеріне аударған екен. Балаларға арналған Құрдастар, Толағай, Жастық жырлары деген жинақтары бар екен балалар. Жинақтары деп отырғанымыз кітаптары, иә? Әбілдар Тәжібаев 1909 жылы Ақмешітте, яғни қазіргі Қызылорда қаласында дүниеге келген екен. Әкесі Тәжібаев 15 жасын 1915 жылы қайтыс болғаннан кейін, ол анасы Аймангүлмен бірге нағашыларының ауылына күнкөріс бағымен сойға кетеді екен. Сөйтіп, сол жақта ол өзінің білімін сол жақта жалғастырады екен. Қараөзек деген жерде тұратын төркініне алып кеткеннен кейін, болашақ бала, жас ақын бала 3 жасынан бастап шешесі мен нағашы әжесінің тәрбиесінде болыпты. Жас Әбілдарның өлеңдері, әдебиетке деген құштарлығы оянып, осы кішкентай кезінен бастап өлең оқуға, жыр жазуға құмбыл болған екен. Әбілдар Тәжібаев кім?
болады, ақ болады, иә? Көкшіл болады. Тек түсіне қарамайық балалар. Басқа түрі бейнесіне де қарап суреттеп айтып берейінші. Иә, олар жүгірген кезде иә, тоқылдаған дыбыстары шығады дейді. Тағы да Айбек. Ақ лақ болады, иә? Мүйізі қандай? Ешкінікіндей ұзын ба? Мүйіздері кішкентай. Денесі өте шағын, кішкентай болады, иә, бастапқы кезде. Сендерді неге мамаларың жануарлардың төлдеріне қарай еркеледі? Айттыңдар ғой жаңа, біреуің ботам дейді, біреуің құлыным дейді. Өйткені олар сүйкімді екен, иә? Жақсы балалар. Енді дәптерлеріңді ашыңдар. Дәптерлеріңді ашыңдар. Дәптерімізді ашамыз. Сөйтіп жазамыз. Бүгін балалар бізде көркем жазуымызда дыбысы. Дыбысын ала барыңыздаршы, қалай жазылады? Дыбысы дауысты ма, дауыссыз ба? Дыбысы сөздің қай жерінде кездеседі? Басында және ортасында кездеседі, иә? Яғни бірге дыбысын жазайық. Дыбысын әдемілеп, көркем, сұлу етіп жазамыз. Ой, тамаша, қандай әдемі жазасың. Асықпайсыз, әдемі жазамыз. Аяңнұр, маған сен өлеңді оқып бере қойшы. Кітабымызды қолымызға алып оқиық. Сен жазып қойыпсың ғой, өздеріңіздің жазып болдықтан оқимыз. Секектемей. Селтең демей құлағым. Тамаша, жақсы, аяны оқы. Нұрасыл оқимыз. Кітабыңды ал да оқимыз. Шөре лағым, тентек болма шырағым, секең теме, демімді ал, селтең деме құлағың. Анжу, сен оқиға. Екінші шумағын оқыш. Екінші шумағын оқимыз. Марқа туған бөтелақ, әңгімеге әнзіңдерге салтылақ, ойнай, көрме тыңқыза, боп жүрмесін бөрі тап. жарайсың. Ал балалар, енді екінші жаттығуды кітапқа қараймыз. Кітапта екінші жаттығу. Көркем әдемі жазамыз. Көп нүктенің орнына астындағы сөздердің тиістісін қойып жазамыз. Керекті сөздері лақ және серке деген сөздерді қойып жазуымыз керек. Бірінші барлығымыз бірге оқып алайықшы, қандай сөз қоятынымызды. Мен тентектеу Лақпын. Езі жоқ шынақпын, қой бастайтын серке боп, жолын өтем сынақтың. Ал жазамыз. Әдемі жазамыз. Кітаптан көшіріп, әдемі
qanday so'z qo'yamiz birinchi? Birincisine lah degan so'zni qo'shib yozamiz. Al ikkinchi ko'p nuqtaning o'rnina serke degan so'zni yozamiz. Bolalar iya. Lah qo'shib yozamiz. Lah degan so'zni qo'yamiz. Qanday qo'shib yozamiz? Sonda
Kayne ballar? Tapsırmanı ayıqlayın dedik mi? Oy, tamamla. Tam birinci topdan kimge o'qiydi? Qanday so'zlar topdinglar? Senlar qancha so'z aytsanlar, men sizlarga so'ncha smaylik beradi. Ne qaşıramiz? Tak, üçüncü top bo'ldi. To'xtatamiz. To'xtatamiz. Endi beri qaraymiz, kan? To'g'ri. Qancha so'z topsizlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jaraysizlar. Keyin to'g'rimen birga bo'lib olasan, ya? Al, ikkinchi top. Ikkinchi topdan oyog'i ketadi. Qancha so'z topdinglar? O'qing. Jo'q. Kan qolganlarni tinglaymiz. Qo'y, siyir. Buzov degan so'z bo'lsa, qancha so'z topsizlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6 so'z topsizlar. Jaraysin. Al, uchinchi top. Ikkinchi top. Aliya. Kan Qurbon. Qanday so'z topsizlar? Qanday so'z topsizlar? Жылқы. Келе ғой, Үнжу, келе ғой. Кәне екі сөздер, тез оқылады. Қалғандарын тыныш отырамыз. Алия. Allah'ın özgürlüğe kaldı. Tabi size kursunuz, kalma söz. Tabi da söz var mı? Ne diyorsunuz? Ceray, senler 4 söz topsunlar ya. Ne Ceray? 4 maliyetlerini alalım. Al orunlarına oturalım. Vallahi biz bugünkü sabahta tasmal turalı o'tkazamiz. Solay mı? Endi taxtaga qaraymiz. Taxtaga qaraymiz. Taxtaga qaraymiz. Hozir mana jiptiq topshirma bergan. Muhiyat tinglaganlar, eshitdingizlar. Jiptiq topshirma. So'zlar beriladi. So'zlarda necha buun bo'lsa, so'g'an buun sonini yozamiz. Және сол so'zni qalay tasmalga bo'ladi? Сол tasmal turini ko'rsatib yozamiz. Mesela birinci söz qarlıqash. Qarlıqash sözü buğunğa bölüp ko'raylikchi. Qarlıqash. Necha buğun? 3 buğun. Necha rет tasmallay olamiz? 2 rет. Qalay tasmallay olamiz? Jarliq aytsinchi, jarliq qo'l o'rnidan turib aytamiz. Qarlıqash. Liqash so'zin? Qarlıqash. Jaraysin. Qarlıqash. Mine bolalar, sol siyaqda qalgan so'zlarni de tasmallab yozishimiz kerak. Al, Navruz. Aqu so'zini buğunğa bölib tasmallash. Aqu. Necha buğun? 2 buğun. Necha rет tasmallay olamiz? 1 rет. 1 rет tasmallay
tasmalaymiz? Bu dene deb tasmalaymiz. Tag'da birinchi bugun sanini aytamiz. Birinchi bo'lini so'z bugunga bo'sh. Necha bugun bor? 3 bugun bor. Bo'lini so'zni qalay tasmalaymiz? Bu dene so'sin ne deb tasmalaymiz. Avvallar endi qasdlarimda o'tirgan juftlarimмен birga mana topshirmani birga o'rindanglar. Kan barlig'imiz birga. Navruz sen o'zing o'rinday ber. Kan qolganlarimiz qasdimdagi do'stimiz bilan aqllashib o'tirib so'zlarda qancha bugun bor yozamiz birinchi. Ikkovi birga o'tirib. So'zda qancha bugun bor? Qalay tasmalaymiz? Birinchi bugun sanini aniqlab oling. Ayaklarınlar mı? Nasıl oldamadınlar o? Kim orundağanların aktarını yazınlar? Kim orundadı aktarını yazın? Akkala sözünü bulmamış. Aliye okup veriyormuş. Bak. Şöyle ol. Neşe bunlar? İyi ki bunun gelirsiz. Neşe bunlar? Neşe de tasmalıda cezalasın. Bravo. Jaraysın tamaşa. Takım ayakta. Şöyle ol. Ne yapıyorsun? Kel, Navruz kel. Akkala sözünde neşe buğum var ekan? Sıfırg'ich sözünde 3 buğum var deyip tamaşa o'tiradi. Neşe buğum? Neşe tasmal? Bir tasmal. Şabınlı sözünde neşe buğum var ekan? 3 buğum var ekan. Kömekçi sözünde şey? Qancha buğum var ekan? Jana tamaşa o'tiradi. Öz söz o'qiymiz. Neşe buğum? Kelishsiz. Neşe
балдарыңның тапсырмаларыңды көрдім. Тасымалға жақсы көріпсіңдер. Енді келесі тапсырмамыз. Балалар, одан бұрын біз сергіп алайықшы. Мына біздің төлдеріміздің қарны ашты. Мына жерде жүгерілер бар. Осы жүгерілерді таңдаймыз ішінен. Сөйтіп отырамыз, орнымызға отырамыз. Мен айтқан жоқпын, ешкімге тұр деген жоқпын. Айтқан отыр. Мен өзім шақырам, жарай ма? Бүгін тақтаға шықпай отқан оқушылар шығарайық. Ұлбеке келе ғой. Келе ғой, кән тише отырамыз. Кез келген бүгін таңда тез. Қандай сөз? Қандай сөз? Кітап. Буынға бөлш. Неше буын бар? Олай болса қай нұсқа саламыз? 2 деген саны бар нұсқа саламыз. Жарайсың, тамаша, отырамыз. Нұрсат келе ғой. Нұрсат келе ғой. Бұл тез-тез таңдайық. Мынау не? Оқимыз. Төсек сөзін буынға бөлш. Неше буын бар? Қайда саламыз? 2-ге саламыз. Әлия келе ғой. Қан отырамыз. Бір тіреп келеміз. Барлығымыз шығамыз. Не деген сөз? Маймыл. Маймыл сөзін буынға бөлеміз. Неше буын? 2 буын. Қайда саламыз? Наурыз келе ғой. Көбелек. Қалай отырамыз? Иә. Жарайсың. Мен деп шулаған шығармын. Келе ғой. Нұрдәулет келе ғой. Тез. Алам. Не деген сөз? Ағаш. Ағаш сөзінде неше буын бар? Ағаш. Тасымалдауға бола ма? Болмайды. 2 буыны бар, е? Келе ғой, Жәнібек. Банан сөзді тасымалдаймыз. Тамаша, отырамыз. Құрбан емес, Аянur келе ғой. Тез қимылдаймыз, тез. Құрбан жаңа сен тағы бір шыққасын. Аламыз. Не деген сөз? Төсек сөзінде неше буын бар? Неше буын бар? 2 буын бар. Жарайсыңдар балдар. Ал енді сабағымызды ары қарай жалғастырайық. Енді сендерге мынадай жеке тапсырма беремін. Бұл тапсырмада жануарлар берген, жануарлардың атауын жазамыз және соған дыбыстық талдау жасаймыз. Ал тез орында ойындар. Түрлі түсті қаламдарыңды алып тез.
әріп бар екен, иә? Неше буын бар? Түйе сөзін буынға бөлш? Нұрдәулет оқи ғой. Қандай сөз жасырыныпты? Жылқы. Қанша буын бар? Қалай тасымалдаймыз жылқы сөзін? Жылқы. Тамаша. Аяныр. Қандай сөздер екен сенде? Ешкі сөзін буындап айтамыз. Қалай тасымалдаймыз? Ешкі сөзін қалай тасымалдап жазамыз? Ешкі деп тасымалдаймыз. Ал Жәнібек оқи ғой. Түйе сөзін. Неше дыбыс, неше әріп бар екен? Бұзау сөзін де. Жәнел оқи ғой. Нұрсат, сен оқи қойшы. Сенде қандай сөздер бар? Жылқы, лақ. Лақ деген сөзді тасымалдауға бола ма? Болмайды. Жылқы сөзін қалай тасымалдайсың? Тамаша. Кән барлықтардың тапсырмаларының төбесіне аттарын жазыңдар да маған бере қойыңдар. Тамаша. Жарайсың. Гүлдахан. Кән аттарын жазыңдар да маған бере қойыңдар. Әкеле. Барлық тапсырмалар сендер жақсы орындапсыңдар. Балалар, бір әріппен тасымал жасауға бола ма? Жоқ. Болмайды. Тасымал дауысты дыбыстан бастап жазса бола ма екінші жолға? Болмайды. Міне осы ережелерді мұқият сақтап жүріңдер. Егер сөзде 3 буын болса, онда оны нешеде тасымалдай аламыз? Сөзде 3 буын болса. Мысалы, қол шатыр. Қол шатыр. Ол сөзді нешеде тасымалдай аламыз? 2 рет тасымалдай аламыз, е? Қол шатыр. Қол шатыр. Міне балалар, сөзді қалай тасымалдау керек екендігін біз бүгін білдік. Лағым деген өлеңмен таныстық, е? Енді сендерге лағым деген өлең ұнады ма? Иә. Сендерге бүгінгі орындалған әртүрлі тапсырмалар ұнады ма? Иә. Түсіндіңдер ма бүгінгі сабақты? Сөзді қалай тасымалдау керек екендігін? Иә. Олай болса сендерге кітаптарының сыртында смайликтер бар. Бұл смайликте қолдың бейнесі бар, е? Егер сабақты жақсы түсінсеңдер, қолды жасыл түспен бояндар. Егер сабақты әлі де көмек қажет ететін болсаң, онда сары түспен боя. Егер еш нәрсе түсінбедім, мен сөзді тасымалдай алмаймын, лақ ненің төлі екенін білмеймін дейтін болсаңдар, онда қызыл түспен бояндар. Ал қолдарындағы смайликтерді бояп болсаңдар стикерлерді мына жерге әкеп үкінің астына жапсыра қойды. Егер бүгінгі сабақты жақсы түсіндіңдер ма? Ой, тамаша, қандай әдемі жапсыра. Ал балдар, үйге берілген тапсырма сендерге түсінікті ма? Иә. Үйге лағым өлеңін жаттап келеміз. Бүгінгі сабақ сендерге түсінікті болды